Бүгін қыркүйектің 20-сы, қазір Алматы уақыты сағат 7-тен 20 минут кетті. Біздің телекамераларымыз Алматы аэропортында. Тақырып таудағы Қарабақ тағдыры. 4 жылдан бері адам қаны төгіліп жатқан тұсқа өз еріктеріменен тізгін тіреп, арағайындық қызметін ұсынуға республика президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Алматыдан, Ресей президенті Борис Николаевич Ельцин Мәскеуден аттанбақшы. Осы жол сапар алдында әріптесім Мейрам Базарұлы Нұрсұлтан Әбішұлына жолыққанды. Сапар алдындағы сіздің ой пікіріңізді білсек те бек. Енді мынау Қарабақта қай жылдан 90 жылдан бері қарай екі ұлттың арасында шиеленіс мәселелері тоқталмай жатыр. Сондықтан енді қай республикада болса да біз енді қалай тыныш отыра аламыз бұндай жағдайда. Горбачевтың атынан, орталық үкіметтің атынан ешқандай шара қолданбады. Қолданғанның орнына шиеленістіріп кетті. Сондықтан біз әлгі татуласу мәселесінде жүрген адамымыз қалай деп айтушы еді? Ортадағы посредник, орысша айтқанда. Татуластыру. Татуластыру болғаннан кейін екі республикада егеменді республика біз сияқты. Біз әлгі бір үлкенбіз деп, бәлен түгенбіз деп бара жатқанымыз жоқ. Сондықтан біздің істейтін жұмысымыз екі жақты тыңдау. Екі жақтың да ойын тыңдау, көңілін тыңдау. Сонан кейін барып, сол арқылы шешудің мәселесі қалай? Соны орталыққа да өзімізге де айтып, түбінде бұл мәселені, екі ұлттың арасындағы мәселені тек қана өздері шешпесе, басқа адам кірісіп шешуі мүмкін емес. Сондықтан татуластыруға бара жатқан адамдардың ойы, менің ойымша, ешқандай оларға команда беретін де жағдай жоқ. Бұлай жасаңдар деп ақыл беретін де екі елге жағдай жоқ. Соны енді бұрыннан біз барғанымыз жоқ. Анада Алматыда осылай біз аралассақ дұрыс болар деген сол екі елдің көңілін білгеннен кейін көрейік бізде күшімізді салып, өздері келдеп отырғаннан кейін барып қайтайық деп бара жатырмыз. Сондықтан бұл мәселе бірінші жағынан енді Россия мен Қазақстанның арасындағы мәселелердің барлығы үкімет арасындағы екі мәселеміз менің өзімше шешілді деп ойлаймын. Сондықтан баруға біздің моральный правамыз бар ол жөнінде. Қолымыздан келгенше екі жақтың арасындағы шиеленісін тоқтатып қана ең болмаса, ары қарай қалай екеуі отырып келіссөзді қалай жүргізу керек екенін ғана байымдасақ басынан, соны жетістік деп санар едім. Бірақ та жағдай өте қиын. Рахмет, сапарларыңыз сәтті болсын. Бізді өз бортын алған әуе лайнері кешкі қараңғылықта қағайра Алматы аэропортынан бауырын жазғанда, оның бет алысы Әзербайжан астанасы Баку шаһары болды. Самолет салонында бір топ журналистерден басқа президенттің де командасы бартын. Олар өздеріңізге кеңінен таныс республикамыздың халық депутаттары. Шыны керек, көңілдегі көп күдіктері мен санадағы саналуан сауалдардың ұшы-қиыры жоқ. Сондықтан болар алғашқы әңгімені аспанда бастадық. Көңіл тарасындағы үміттер мен күдіктер десем қателесе қоймаспын. Осының қайсысы басым деген себебі, қайсыларыңыз алдымен? Күдігіміз де бар, үмітіміз де бар енді. Енді үмітіміз кішкене басыңқы болған кейін келетқан себебіміз де сол шығар. Үміт әрине бар. Менің ойымша. Орақ айтады. Енді бізде ешкім үміт болмаса бармайды ойында енеге. Өз 4 жылдай бұл қан төгіліп жатыр өрді. Екі елде енді шаршағанда сияқты барлығы. Осы 20 ғасырдың аяғында елдің барлығы бір түсіне бастады ғой деймін. Сонша қан тарихтан өтіп, қазір енді сол қан төкпей, кәдім келісім сөзі келіп, егер соған себепкер болса, осы бара жатқан делегация екі президент. Сол үміт деген. Мына біздің ұшып келе жатқан самолетіміздің Бакуге тоқтауы, оның айталық Ереванға емес, немесе орталықтан бір Сочи секілді бірдемеге тоқтауы діни ұғымдардағы көзқараста қайшылықтар тудырады деп ойламайсыздар ма? Жоқ, өйткені біз енді сол барған жұмысымыздың нәтижесі. Осындай мысалы күдік туса, оған жауап беру керек. Біз сол ашық көңілмен екі елдің жағдайын ойлап,
Вот, соған мына не өзіміздің тарихи бауырлас Азербайжандар. Болмаса сол ұлы халықтың өкілдері, мысалы, осы армяндар екеуін бөлмейміз. Өйткені қазір қан төгілген жерде біз сол бая қазақтың ескі дәстүрі бойынша бізді олар шақырғасын сол таза араша түсуге бара жатырмыз. Таудағы Қарабақтағы шиеленістің басталғанына біраз жыл болды. Сол уақытта айталық қос президенттің жаңағындай бастамасы дейміз ба, я болмаса осы өзіміздің сіздердің келе жатқандарыңыз дей ма, осы уақытқа шейін болмай, мынау біздің республикамызда болмасын, одақта болмасын, бір дүниенің қыбы-қуыт шағында күн тәртібіне қойылуының сыры неде деп ойлайсыздар? Мәселе бұл бір жатқан сырда емес. Мәселе сол тарихи жағдай себепте. На вопрос, на мой взгляд, почему прежде не решалось, потому что она неоднократно рассматривалась в Верховном Совете СССР. И прежде, в общем-то, как всегда решался Верховным Советом, или ЦК КПСС решалось. В общем-то, неоднократные постановления ЦК КПСС по этому вопросу. Кстати, управление, которое возглавлял войско, это было установлено ЦК КПСС. Значит, и время было то, что занималось. А проблема, почему мы сейчас этим, допустим, теперь, когда все республики независимы, в частности, и Армения в данном случае, мы попадаем в тот период, когда 21 числа, буквально через несколько часов, у них начнется, значит, референдум у них ставится вопрос, согласны ли вы выйти из Союза СССР. И Азербайджан, допустим, уже одна из первых республик, которая объявила государственную независимость. И республика наша, в частности, предложение это было председателя Верховного Совета Армении Петросяна, предложение президента Азербайджанской республики, значит, Муталипова, и доброе желание, так сказать, президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева и Бориса Николаевича Ельцина, президента России. Я думаю, в нашей республике, в частности, это Казахстане, где, значит, больше 100 национальностей живут, такие проблемы, видимо, нам надо изучить там. И я бы сразу хотел поставить вопрос, ответить на вопрос. Мы не едем, что сегодня приехал Нурсултан Абишевич или Борис Николаевич, и там наступил мир и покой. Это эйфория, это было бы неправдоподобно. Наша задача найти точки соприкосновения, компромиссные решения. Выслушать, значит, требования Азербайджанской республики, требования Армении. Потому что у меня опыт буквально дня 3-4 года назад я вернулся с выборов, был наблюдателем от Казахстана по приглашению Верховного Совета Азербайджанской республики, наблюдателем по выборам президента республики Муталипова. Нас изучить их опыт и выслушать обе стороны. Ну, возможно, есть такая версия, ну, по крайней мере, мой взгляд, версия. Видимо, было бы реально встретить этих руководителей вместе, это где-то на нейтральной полосе. Возможно, в минеральных водах это состоится. И со стороны России, со стороны Казахстана, видимо, соответствующие должны быть специалисты, значит, политики, юристы, которые бы остались бы там и вели, как, допустим, я находился, значит, в качестве наблюдателя за процессами, происходящими там. Арағайындық деген ауыр жүк тарқалаған Нұрсұлтан Назарбаев Бакуге әріптесі Борис Ельциннен жарты сағат бұрын жеткенді. Таудағы Қарабақ тағдырына орталықта оның ең басты тұлғасы Михаил Горбачев те осы күнге дейін шындап мән бермегендіктен, қан төгісті тоқтатуға қол ұшын созған қос президенттің жүздесуіне дейінгі уақытты біз де пайдаландық. Қыркүйектің 20-шы жұлдызы, 21-ші жұлдызы сағат 12-ден 30 минут кетті. Біз Баку аэропортындамыз. Палат Бельбегаглы. Палат, у нас тех уважаемых людей называют не полностью именами, а просто, скажем, вы Палат, говорят таки. Так, я так и хочу обратиться к вам, таки. Мне 40 лет. Я, в общем-то, мои поколения воспитывались вашими песнями. Поэтому такой популярный человек вот в такой момент что скажет интересно? Ну, прежде всего, я вам скажу «хош келдіңіз». Так по-азербайджански говорят «добро пожаловать на азербайджанскую землю». Сегодня я вместе со всем азербайджанским народом с большой радостью встречаю на азербайджанской земле лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева. Но это известный политический деятель, лидер,
Мы приветствуем его с тем, что он приехал на нашу азербайджанскую землю. Мы давно хотели бы видеть его у нас в гостях. И сегодня для нас радостный праздник. Ну, как говорится, в каждое время имеет своих кумиров. В то время были одни, сейчас, наверное, другие. Теперь я занимаюсь общественной деятельностью. Мне кажется, что, может быть, та небольшая польза, которую я могу принести своему народу, своему искусству, своей республике, может быть, она сейчас и необходима. Ресей президентінің табаны Әзербайжан топырағына тигенде, менің алғашқы ойлағаным саяси қайраткерлігі мен адамгершілік қасиеті қатар танылып, есімдері елімізге ғана емес, әлемге әйгілі болған қос демократтың беделіне нұқсан келмес пе екен. Ендеше қарсы алушы демократтың біріне құлақ түрелік. Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin məclisinin sədriyəm. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin sədr müaviniyəm. Bizim Azərbaycan Respublikasının parlamentinin muhalefetinin lideriyim. Қазақстанның президенті Назарбаевтың келуіменен қандай үмітті байланыстырасыз? Biz Qazaxıstanın prezidenti Nazarbayevin bura gəlməsinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Bura gələnlər də olub, həmişə mərkəz nümayəndələri gəlir. Gəliblər, baxıblar, güya ki, vəziyyətə obyektiv baxacaqlar və ancaq biz həmişə qeyri-obyektivlik görmüşük. Biz heç kimdən umud gözləmirik. Biz heç kimə bu məsələdə arxamıq. Bu bizim daxili məsələmizdir. Özümüz də bunu həll edəcəyik. Amma bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var ki, Nazarbayev kimi şəxsiyyət gəlib öz gözü ilə bu vəziyyəti görüb, bizim mübarizəmiz, bizim hərəkətimizə obyektiv qiymət versin və biz sabahları bu və ya digər hərəkətlər eləyəndə o öz səsi ilə, öz sözü ilə, özü axı bura gəlib bu vəziyyətimizi görüb, o bizim mövqeyimizin düzgün olunmasına təsdiq eləyə bilsin. Mən açığı deyim ki, bizim əhali, Azərbaycanlılar Yeltsinin bura gəlməyin alqışlayırlar. Ancaq bununla bərabər Nazarbayevin bura gəlməsinə çox böyük əhəmiyyət verirlər ki, bunlar birgə gəlib. Tək Yeltsinin gəlməyi qane etməzdi. Темирлан, извините, у нас в Казахстане проживает более 100 народностей. Может быть, мы все-таки разговор продолжим на русском языке? С удовольствием. С удовольствием. Я вкратце просто скажу, что действительно та борьба, которую ведет сейчас азербайджанский народ, то есть та ситуация, в которой он находится, и особенно в связи с этим конфликтом, мы не хотим ни от кого никакой помощи в этом плане. То есть, что-то кто-то пришел и за нас какие-то вопросы. Мы сами все вопросы будем решать сами. Это наши внутренние вопросы. Но нам нужна объективная оценка. Ведь мы живем в мире не одни. И думаю, что такой лидер, пользующийся международным авторитетом, такой лидер, как Назарбаев, посетивший этот регион в это время, его голос завтра, его оценка завтра о том, что здесь происходит, это будет объективная оценка. Арағайындық жүгін мойындалған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Борис Ельцин келіссөзді Бакуде бастады. Олар Азербайжан Республикасының президенті Аяз Ниязоғлы Мүтәліп пен республиканың басқа да басшылары мен интеллигенциясымен кездесіп, жолығып әңгімелесті. Бірақ бұл тәуелсіздіктің түбіріне балта шауып, егемендікке қол соғу еместін. Қырғи қабақ, көршілес қосқалықты жеке-жеке тыңдап, талап тілектердің сәйкес келгендері 4 жақты, тіпті тауда Қарабақтың өзін қосқанда 5 жақты келіссөзді қайта қаралмақшы. Сөйтіп, мүмкін бейтарап жерде бас қосса Әзербайжан және Армян халқына тыныштық орнар. Бұл және әңгіме Әзербайжан президентінің резиденциясында жүріп жатқанда, бұрынғы орталық комитет ғимаратының қасында жұртшылық қауыммен ұйымдастырған митингі болды.
Мынау жиналған халықтың негізгі мақсат мүддесі туралы қысқаша айтып берсеңіз. Может быть, даже на русском языке, чтобы все поняли. Цель сегодняшнего митинга – это показать волю народа. Мы приветствуем наших гостей. Мы считаем, что они, если вот пришли с хорошим намерением, чтобы в конце концов, наконец, в Закавказье был мир, мы это приветствуем. Но мы требуем, чтобы это не превратилось на вмешательство в внутренние дела Азербайджана. Карабах – это азербайджанская земля, это проблема Азербайджана, и судьба Карабаха будет решена только в Баку, не в Ереване, не в Москве, не в Алмате. Это азербайджанский вопрос. Но наши гости могут содействовать на то, чтобы на границе Армении с Азербайджаном было спокойно и мир. Мұны бірделік. Екіншіден, Кавказдағы кездесулер алғашқы күннен бастап Ресей мен Қазақстан президенттерін бұрынғыларынан да жақындыра түсіргенде әсер қалдырды маған. Алайда аражыға әбден ашылған, қызуғанды тауқалықтары тыңдай қойса ғана, 3-4 жылға созылған жаңжалды 3-4 күнде реттеу мүмкін бе деген сияқты қауіптің қапталында мұндай бейбітшілік қадамды әлемдік тәжірибеден көрген жоқпыз ба? Тіпті жер шарын шарлап аналық іздемей-ақ кешегі ата дәстүріндегі билер институты арағайындық осының жарқын көрінісі емес пе деген сияқты үміт жарығы бізді де сағалап тұрғандығын жасыра алмаймыз. Ең бірінші негізгі басты сұрақты бөлейін, екі халықтың арасындағы қан төгілістің бұдан кейінгі жерде болмайды дегенге негіз қаланды деп айта аласыз ба? Ну, я отвечу на русском языке, да? Значит, переговоры, которые мы сегодня провели, дают нам возможность с легкостью, с некоторой легкостью почувствовать понимание, которое имеется и у товарища Назарбаева Нурсултана Абишевича, и товарища Ельцина Бориса Николаевича, потому что одно дело понаслышке делать суждение о положении дел в регионе, а другое дело, значит, почувствовать самому путем непосредственно контакта с различными категориями людьми. И вот мы почти, так сказать, день вот работаем, и час от часу у них идет какое-то прозрение, понимаете? А это есть главный залог для успешного совместного продвижения вперед в этом вопросе, который является бедой для азербайджанского народа. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу передать, во-первых, слова благодарности и привета дружественному казахскому народу, сказать о том, что я нахожусь в большой дружбе с Нурсултаном Абишевичем, которого я люблю и уважаю как товарища, и горжусь, что в Казахстане есть такой лидер мирового масштаба, и мы с ним и дальше будем поддерживать очень теплые дружеские отношения на благо наших народов, наших республик. Бұл әңгімені мен Бакудың қақ ортасында орналасқан Жасыл театрда аяқтағанды жөн көріп отырмын. Шындығында да өмірдің өзі театр ғой. Бірақ келесі жолы Азербайжан халқына келгенде оның салт дәстүріменен, өнеріменен, мәдениетімен танысуға келсем деген үмітім, келсем деген сенімім бар. Бұл ниеттің дұрыстығы шығар. Түнге дейін жалғасқан әңгіме екі президентті қанша шаршатқанмен, олар жексенбіде ертемен таудағы Қарабақ автономиялы облысының орталығы Степанакертке жетуге тиісті болатын. Бұл аралықта бізге Ганжа қаласы көпір болды. Түн ортасында Бакуден келіп түскен қаламызды осылай деп атайды екен. Қараңғылықта темір телпек киіп, әскери машинаға тиелген көгала киімді айрықша мақсаттағы милиция тобы жүрегіңді тітіркендіргендей. Кешегі Кироватқа Ганжа атын қайта қайтарғанын осы жолы білдік. Тарихи әділеттілік шығыс шайырының жұлдызы Низамидің отанына үстіп қайта оралыпты. Біз одан әрі әскери вертолетпен ұштық. Оқ өткізбейтін кеудеше киген жап-жас жігіттер автоматтарын қысып ұстаған солдаттарды өз көзіңмен көргенде бұрынғы мерзімді баспасөзден оқып біліп жүргенің жайына қалады екен. Жарияланбаған соғыс. Қоян терісінің пұшпағындай-ақ таудағы Қарабақтың бүгінгі жағдайы міне осындай.
Я кәдімгі соғыстың ізін көріп, ол жердегі ахуалдың қандай екенін сезіну аса қиын еместі. Көздері қарауытып болған жергілікті тұрғындарды тыңдаудың өзі де қасіреттің қасіреті. Будем стараться, все будем делать. Мы ждем это. Я думаю, будет нормально. Спокойствие главное. Вот ребята тоже, наши ведь ребята, правильно? А кто что говорит? Мы всех очень любим. Все объективно, пожалуйста. Объективно, самое главное. Спасибо вам, спасибо. Таудағы Қарабақ автономиялы облысының өкілдерімен өткізілген келіссөз 3,5 сағатқа созылды. Қос президенттің сөзімен алдымен ауызға алынатыны бұл жерде статус-квоны тану бірінші міндет. Жергілікті басшы органдарды қалпына келтіру, сайлау өткізу орталықтың да, Арменияның да, басқаның да міндет емес, Әзербайжанның тікелей міндеті. Әзербайжан Республикасының жоғарғы кеңесі мен президенттің міндеті. Әрине, процесс өте күрделі әрі ауыр. Ең бастысы оған кірісу еді. Бұл адамгершілік мәселесі. Егер кімнің аз, кімнің көп кінәлі екенін дәлелдеуді доғармайынша, екі жақтың ортақ бітімге келуі де мүмкін емес. Онсыз да ушығып отырған мәселеге аса сабырлық танытпай болмайтыны белгілі. Бізбен бірге барған түрік журналисі Стамбулдық Илмаз Полатты таяққа жығып, Әзербайжан киностудиясының операторы Эльхан Алиевті кепілдікке алған қарабақтықтар аянар емес. Алайда қос президент көпшілік алдына шығып, қаза тапқандардың туыстарына көңіл айтты. Сондай-ақ бұдан былайғы жерде құрбандықтардың болмау үшін күресетіндіктерін, сол үшін өз еріктерімен осы іске араласындықтарын білдірді. Әскердегі орыс ұлдарының тағдырына Ресей президенті жауапты болса, қазақ жігіттерінің тағдырына да жауапты президент бар емес пе? Ал бауырым, бізде Степанакертті мына жерге жаңа аман-есен алып келдің. Таныспаймыз бен де? Ерболат, фамилиям Абишев. Қазақстаннан кеткелі 75 жылдан бері. Қазір 2 жыл болды Қарабақта жүрмін. Бүгінгі президенттің және өзіміздің елдің жігіттерін көріп, біраз қуанып қалдым, шынын айтқанда. Енді ойлайтыным, өзіміздің Қазақстаннан алыста жүргеннен кейін, алыста жүргенде көп ойлаймыз былай. Әрбір болып жатқан оқиғаларды телевизордан қарап, соншалықты бір сағынышты сезіммен, сол бүгін тағы бір жаңадан туып қалғандай болып отыр. Дұрыс, рахмет Ерболат. Ал енді мынау екі халықтың ортасындағы татуластықты қалап келіп отырған қос президенттің сапарымен бірге жүрміз ғой. Сондықтан осы тұрғыда ойын қандай? Осы талай шаруаны өз көзіңмен көрген кісісің ғой сен? Көзбен көргенде енді екі президенттің келгендерін былайша мен өзімше өте үлкен ерлік деп есептеймін. Өйткені қазіргі болып жатқан қиын жағдайлар, қиын уақыттар, бұл енді Қарабақ проблемасы көптен бері қан төгіліп жатыр деген сияқты. Сондықтан біздің өз ниеттерін білдіріп, Россия мен Қазақстан президенттерінің келгендері бір жағынан қарағанда үлкен адамгершілік және өзіміздің елдердің былай бейбітшілік туғызамыз деген сондай ойларын іске асыруда алғашқы бір жақсы адамдар сенесіз ғой осыған? Оған өте сенеміз енді. Дұрыс, рахмет. Біз де сіздің тезірек елге оралуыңызды қалаймыз. Вы меня послушайте. Мы двое суток находимся в Азербайджане. 3 часа на Армению. Вы тоже понимаете? Дәстүр жалғастығының әдемі дәлелі бола алатын Ереван архитектурасы көз тартады. Тамыры тереңнен табылар сәулет өнерінің үлгісі дерсің. Бірақ ұлтаралық қарым-қатынасқа да үлгі болуға кім кедергі болып отыр? Өздеріңіз көріп тұрғандай, Алматы уақыты 19 сағат 7 минут. Бүгін қыркүйектің 22-ші жұлдызы Степанакерттен ұшқан лайнер бізді Ереванға алып келді. Біздің қазір жоғары жағымызда тұрған үлкен үйді Армения жоғарғы кеңесінің үйі деп тануларыңыз керек. Келіссөздің
Армениядағы, Еревандағы негізі осы жерде жүріп жатыр. Енді сонда нек. Осы ғимаратта өткен келіссөзге қатысушы журналистер саны тағы да өсе түсті. Бұл Кавказдағы кездесудің халықаралық маңызы барын тағы да дәлелдей түссе, оны одан әрі өсірген бір жай, келіссөзге еліміздің қорғаныс және ішкі істер министрлері Евгений Шапошников пен Виктор Баранниковтың қатынасуы еді. Қалайда күн тәртібі жаңалықсыз болмады. Ақыры біз болжағандай-ақ келіссөзге қатынасушылар Кавказ тауларының шыңы елбұрыстасып бейтарап жерге тізгін-тіреді. Бүгін қыркүйектің 23-і дүйсенбі, Алматы уақыты 15:01. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, қос президенттің арағайындықты мойнына алған қос президенттің үлкен лайнері Минеральные воды қаласының аэропортына келіп тоқтады. Менің ойымша арағайындық жұмыстың бір қорытындылайтын шамада жақындап қалған секілді. Ең алғаш самолет көшқанда қойған сауал үміт пен күдіктен тұрып еді. Сол таразының басындағы үміт пен күдіктің қай жағы қазір басым? Үмітіміз басыңқа, оны енді қазір сенімді айтуға болады. Амандық болса, қазір келе жатқан жерімізде түнімен сол мынау коммуникенің жобасымен біраз үлесімізді мынау азаматтармен бірге қосқан секілдіміз. Біраз келісіп қалатын жағдайлар бар. Менімше енді үмітіміз ақталды деп қазір айтуға болады. Ал енді қазір аяғына дейін абыроймен жеткізсек, енді үлкен табысқа жететін секілдіміз. Железногорскідегі сауықтыру орны Дубовой рощада бас қосқан бітімшілердің 12 пункттен тұратын келісім шартын коммуникасын талқылауға табаны күректей 15 сағатқа жат болды. Онсыз да тағат таусылған қалың журналистер демін ішіне тарта тосудан жалыққан жоқ. Қанша шаршағанмен бірақ сыр бермеді. Өйткені бүкіл еліміз, тіпті әлем елеңдеп отырған қорытынды сөзді тосқалы 4 жылға жуық болды емес па? 99-на шыдаған көнбіс ел енді қалған біреуіне де шыдайды емес пе? Өйткені бүгінгі өрелі тақырып таудағы Қарабақ тағдыры. Осындай өте жұқа дүниеге басында беделінде тігіп отырған арағайынға сенер мекен деген түйткіл микрофонымызды Левон Терпедресянға амалсыз ұсындырғанда, сірескен сеңнің бұзылғандығын, бітімге келушілердің беті бері қарағанын бізде білген болатынбыз. Ну, с Назарбаевым у меня очень теплые дружеские отношения, но, конечно, это не играет роли в таких серьезных вопросах, как вот их посредничество Назарбаева и Ельцина в этом конфликте. Это уже политика осознанная, это ощущение долга со стороны Казахстана и России вот перед другими республиками. И это, я думаю, имеет очень большое политическое значение. И я уже говорил, может, я скажу специально для казахского телевидения, что я надеюсь, что в лице Ельцина и Назарбаева мы будем иметь стороны. Я имею в виду и азербайджанская, и армянская сторона будут иметь действительно нейтральных посредников, у которых нет никаких намерений вмешиваться во внутренние дела и Азербайджана, и Армении, и единственная цель которых является просто найти выход, взаимоприемлемый выход для обеих народов. Вот и все. Міне сіздер Кавказдағы кездесудің салтанатын көріп отырсыздар. Коммуникеге қол қойылды. Ендігі мәселе ол қалай орындалады? Көршілес халықты да түгел титықтадық. Амал қайсы? Жеңіл шаруа жоқ. Қорытынды пресс-конференцияда осы сияқты сұрақтарға жауап алдық та ат басын Алматыға бардық. Ең алдыменен өзіміздің салтымыз бойынша сіз Нұраға да рұқсат етіңіз. Нұраға сізбен бірге 4 күн бірге жүріп, жұмыстың қандай екенін көрдім. Адам ретінде шаршадыңыз ба? Шаршамадым десем өтірік болар, себебі
ауылға қайтып бара жатырмыз. Мінекей келгенімізге 72 сағаттан 3 тәуліктен өтіп бара жатыр. Барлығын өздеріңіз көрдіңіздер, жанында бірге жүрдіңіздер. Дегенменен ойлаған ойың, көздеген мақсатың орындалса, шаршағандық білінбейді. Шынын айтқанда. Сондықтан мынау қан төгіліп жатқан ауданға бара жатқанында Алматыда бірге істеген қызметтес жолдастар, шынымды айтайын, үйдің іші, семья, қайда бара жатсың, не абырой табам деп бара жатсың дегендер болды. Сондықтан жаңағы Ельцинмен екеуміз айттық қой, сонда әрине осы екі ел бізді шақырды өздері. Екі елдің басшылары шақырды. Сіздер келсеңіздер, халықтың алдындағы сіздердің абыройыңыз сондай, осылар түсінеді, олар сіздерге сенеді деп. Жаңа коммуникеге қол қойдық. 4 республиканың басшылары қол қойды. Дегенменен меніңше бұл тек қана басы деп санаймын. Сонда маған сұрақ қойған адамдар болды. Ресей мен екі арадағы мәселелердің барлығы шешілген сияқты болғандай, екеуің бастап бара жатырсың деп. Ельцинмен бірге жүргеннен кейін осының өзі қазақ халқына, біздің ел жұртқа бір парызымды орындағандаймын. Ата-бабамыздан бері қарай біздің Қазақстанда ел басқарған, хан болған бабаларымыз екі жаққа бірдей қараған төнді. Бір көзімен шығысқа, бір көзімен батысқа, бір көзімен солтүстікке, елімді апаттан қалай аман сақтап қалам деп. Содан кейін Ельциннің айтқан сөздерін өздеріңіз естідіңіздер. Тіреліп, ешқандай шешім табылмай, осымен бітті, екі жақ келіспейді, үш жақ келіспейді, бітті деген кезде жаңағы Ельцин маған беріп отырды. Сол кезде біресе ашуландық, біресе ол кісілермен қатты сөйлестік, біресе саябырлап сөйлестік. Дегенменен Әзербайжан мен Арменияның екеуінің басшылары аяғында кешірім сұрап, қатты сөз айтсақ кешіріңдер, бірақ та рахметін айтты жаңағы жүргенше. Сондықтан басқаның бәрін өздеріңіз көрдіңіздер, басқа не айтуға болады.